Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. Сіздермен бүгін мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Ақсу аудандық филиалының меңгерушісі Торғын Мұратқызы Шермуханова. Бүгінгі біздің тақырып киім, грамматикалық тақырып көптік жалғау. Тақырыпқа байланысты жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Аяқ киім, шалбар, шұлық, бас киім, белдемше, жейде, сөмке, көк, қара, сұр, кеш, кешкі, қысқа, ұзын, әдемі, сәнді, кию, тұсаукесер, екен, күте тұрыңыз, көлем, жең, жаға, түйме, қалта, сыдырма, бау, қолғап, қалпақ, көйлек, күртеше. Бірінші тапсырма. Дыбыстарды қайталаңыз. Ә, О, О, Ө, Ың, Х, Қ, Ғ. Екінші тапсырма. Зат атауларын сөзбен жазыңыз. Тексеріңіз. Бас киім, аяқ киім, шұлық, сөмке, көйлек, жейде, жеңі шолақ жейде, сым, белдемше. Үшінші тапсырма. Қажетті сөздерді жазыңыз. Тексеріңіз. Бұл бас киім өте әдемі. Бұл көйлек қысқа. Бұл көйлек ұзын. Бұл қара пиджак. Бұл көк жейде. Бұл сұр шалбар. Көптік жалғау. Көптік жалғау арқылы сөздерге көптік мағына үстеледі. Қосымшалардың жалғануы үндестік заңына бағынады. Жалғаулары: лар, лер, дар, дер, тар, тер. Мысалы, достар, жігіттер, қыздар, гүлдер, балалар, әжелер. Төртінші тапсырма. Берілген сөздерге көптік жалғауын жалғаңыз.
Тексеріңіз. Сөмкелер, шалбарлар, етіктер, жейделер, күртешелер, белдемшелер, қарындаштар, қаламдар, кітаптар, телефондар, қағаздар, көйлектер. 5-ші тапсырма. Заттардың санын атаңыз. Тексеріңіз. 9 көйлек, 5 нан, 4 қол шатыр, 30 жұмыртқа, 7 жейде, 12 сағат. Үй тапсырмасы. Қажетті жалғауды жалғаңыз. Сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.